Міне. Ояға, бұны ештейін ме? Күнде ат мініп жүрген жоқпыз. Үйдегі келініңізді сауамасақ. Көргенсіз. Қамшы қатын сабайтын, малайдайтын құрал емес. Біле берсең, ол сенің биік мәртебең. Еркегі бар, ел сыйлайтын азаматы бар. Қазақтың әр шаңырағының төрінде тұруға тиіс. Қамшы ол билік, ел басына күн туғанда ердің рухы болған қасиетті мұраң. Алтын адамның жанына қамшысы қоса жерленген. Әлем тарихшылары Атилланы Тәңірдің қамшысы деп атаған. Монғолиядағы алып ескерткіш Шыңғыс ханның алтын қамшысы деп аталады. Ұлан байтақ даланы қамшының ұшымен, жылқының күшімен жаулаған ұлы дала ұрпақтары үшін қамшы биліктің, рухтың, күштің символы болған. Тіпті күллі әлем жылқыны қолға үйреткен қамшының алдында қарыздар. Қамшының төл иесі түркі баласының мұны білмеуі тексіздік. Ау, өке. Айналайын. Міне, қазақта 13-те отау иесі дейді. Жігіт болды деген осы ұста. Біз азаматтың ат үстінде таныған халықпыз. Қолыңдан қамшы түспесін, балам. Рахмет, әке. Ата-бабаларымыз баласы 13-ке келген кезде арнайы қамшы сыйлаған. Бұл оның жігіт болған, ел қатарлы азамат болғанын білдіреді. Өз қамшысы жоқ бала әлі ел тізгінін ұстауға жарамайды, ат ұстар бола алмайды деп санаған. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі, пай-пай өмір өтесің ал бір күні. Ұлан байтақ даланы тұлпардың тұяғымен жаулаған қазақ баласы қамшының құнын ерекше бағалаған. Көз түскен қамшыны бір үйір жылқысын немесе астындағы қас тұлпарын беріп сатып алатын болған. Қазақта достықты әйгілеудің ең керемет бір салты достардың өзара қамшы ауыстыруы. Тіпті бай мен кедей, хан мен қара ұстап жүрген қамшыларын ауыстыру арқылы ұлы достықты бекемдеген.